Mening do'stim var, o'z umridagi eng yomon sattirda pasdan o'tirmoqchi. Mening saqin aytgim keladi, men eshitishga qo'rqmay. Ko'ray, meni qo'rqitma. O'mi jabingiz. Eri qaray o'tish uchun men o'rmekchidan 10 minut tomon qilib kerak. O'rmekchilarcha bering. Taymerda isga qo'ysiz. Bizning o'sana jasaganimizning sababi maraq bo'lgan qancha tirsakdan qo'rqolmaysiz dedi. Qalay, qo'rqib жатсыңбы? Azdapqana, azg'ana. Iya, bu оның алдында ko'pdegan qo'rqinchlarning biri g'ana. Xudoyim, al agar u barliq qo'rqinchda satni jingsa, u $800,000 utib oladi. Men o'tirib aytmayman. Bu men o'ylagandan da qo'rqinchda. 3, 2, 1. Жоғары көтеріңіздер, жоғары. Құттықтаймыз, сіз бірінші сынақтан өттіңіз. Алға! Бірақ Марк осы қорқыныштардың бәрін жеңу керек. $800,000 ұтқысы келсе. Марк, сенің көре алмайтын білем, бірақ маған сен. Жоғары көтеріңіздер. О, не болды саған? Мынау не зат бұл? Тұр, бәрі жақсы. Жоқ. Жарайды, мен ұста. Қандай жақсы, құдайым-ау. Марк, көзіңден шеше берсең болады. Екінші сынаққа қош келдіңіз. Келесі сынақ, ол биіктік. Сен осы тақтайшаның соңында тұрасың, және сені ештеңемен қамтамасыз етпейміз. Жігіттен. Анау тұрған қызыл кнопканы басып 60 метр биіктікке ыңғылайсың. Мен саған қалай екенін айтпаймын, бірақ біз сені ұстаймыз, маған сен. О, жоқ. Сен дірілдеп тұрсың. Әрине мен дірілдеп тұрмын. Қауіпсіздік торынсыз төмен секіруім керек пе? Иә, мен тіпті жерді көрмеймін. Өте сақ болыңыз, Мак. Мен саған айтамын. Сіз жерді көрмесеңіз, сіз өте биіктесіз. Құдайым-ау. Бар болғаны қызыл кнопканы басу жеткілікті. О, құдайым. Дәл қазір менің көзіме тік қарауыңызды сұраймын. Және қыздың аяғында ұсталатынды айт. Бір нәрсе сіздің құлауыңызды тоқтатады. О, құдайым-ау. Сіз қазір ештеңеге байланбайсыз. О, құдайым-ау. Карабин жоқ. О, құдайым. Оны істеудің қажет жоқ. Егер қаласаң, бастырсаңыз, және қателескеніңізді мойындаңыз. Және сіз қорқуыңыз мүмкін. Қайтатын жол жоқ. О, құдайым-ау. Мен сен қатты қорқасын деп едім. Құдайым-ау. 5, 4, 3, 2, 1. Құдаймен бірге. 0. Осылай! Мен оның істегеніне сенбеймін. Ол жынды. Егер де сіз бұл жындыны кім екенін білбесеңіз, бұл алдыңғы видеоның қатысушысы. Ол кезде өкінішке орай ол $800,000 жоғалтты. Бірақ та ол қазір 6 сатының 3-ші сатысында. Міне біз келдік. Иә, келесі сынақ бізде. Бізде не бар? $800,000 ішінде жатқан $5 көріп пе? Көріп тұрғаныңдай көлік көлге қарап тұр. Менің ойымша сіз көлікті көлге айдауымды қалап тұрсыз ба? Жоқ. Бұл қауіпті болар еді. Көріп отырғаныңдай бұл жерде газ педалы жоқ. Әрине ол көлде көлік жүргізе алмайды. Иә, мен оны неге көлге апарамын деп ойладым. Иә. Ақмақтық, иә. Сондықтан оны көлге лақтырамыз. Кран студия. Оу, Джейми. Сен шын істеп жатсың ба? Жарайды. Құдайым-ау. Жарайды бар, мұқият тыңда. Біз сізді көлге түсірген бойда, көлік тез бата бастайды. Бірге сізді күресіп жатқан $800,000 олар 8 сөмкеде артқы орындықта батып бара жатады. Көліктен қанша сөмкені аласыз? Сонша ақша аласыз. Ал ішінде қалғанның бәрі жойылады. О, құдайым-ау, бірақ та мен қорқатынды ешқашан мойындамаймын. Бірақ қазір мен бұл сезімді өте айтып жеткізе алмаймын. Көрдіп тұр. Мен көлікті тастамас бұрын ұсыныс бар. Егер сен берілсең және сені қорқыта алатынымды мойындасаң, мен саған $100,000 беремін. Және біз тең боламыз. Иә, әрине. Ол келіспейді. Келісемін, мен мұны күттім. Нолан, ал, мен оның істейтін білдім. Содан мен бәрінен айырыламын. Бұл енді қайда албайды. 3, 2, 1. О, құдайым-ау. Ол өзі беріңіз. Ей, Марк, сенде көліктен шығуға шамамен 20 секундың бар. Ол суға батып кеткенше.
Марк көлік суға батып жатыр. О, Құдайым-ау. Көлік суға батып кетті. Ол тез суға батып кетті. Құдайым-ау. Ол жүзіп шықты. Уолтер! Кел. Нолан, одан су кел ал. Біреу алып жіберсінші. Бұл жерде ең сорақысы секунд сайын көлік суға тереңдей түседі. Және оған жету де қиындайды. Бір нәрсені қалай көруге болады. Сондықтан Марк барлық аштаны қолына ұстағысы келсе, ол мүмкіндігінше тез қозғалуы керек. Бірақ көріп отырғаныңыздай бұл оңай емес. Нолан, міне ал! Марк сөмкені алуды жалғастырды. Құдайым-ау. Сөмкеден кейін сөмке. Марк, сен жындысың. Тек көліктің батып жатқаны болмаса, Марк соңғы 2 қап ақша екенін әлі түсінген жоқ. Олар артқы орындықта қауіпсіздік белдіктеріне тағылған. Марк шынымен экшн фильм жасай алады. Ол бұрында олимпиадалық жүзуші болған. Сондықтан мен бұл сынақты енгіздім. Иә, бірақ ол 12 метр төмен түсу керек. Ал су қарамыз. Осыншама уақыт қалай тынысыңды ұстай аласың. О, тағы бір сөмке. Жарайды, сіз спортқа $700,000 келдіңіз. Тоқтаңыз, тоқтай салыңыз. Оларды көлдің төбінде қалдырың. Жоқ! Жарайды болған бәрібір. Осы сәтте көлік 13 метр тереңдікте көлдің төбінде жатты. Маркқа соңғы $100,000 алуға мүмкіндік болмады. Білесің бе, ол вообще көрмейді. Сонымен тоқтадың ба? Мен көлікті көрмеймін, Джейми, мен біттім е. О, қайыққа сейіп кетті. Сіз өте ақылдысыз. Жарайды. Сізге бұл бейне ұнады ма, әлде бұрынғысы ма? Бұл видео 10 есе қиынырақ. Мен білем. Бұл ақылсыз болып көрінгенімен бізде шетте дайын болды. Себебі Марк өлмейтініне кепіл беріп көз жеткізу. Марк, сіздің жүлдеңіз қазір $700,000, бірақ қазірден бастап қауіпте. Марк қалған 3 қорқыныштың жеңу керек. $700,000 сен қалу үшін. Мүмкін бұл ең қиын нәрсе. Жарайды. Өрмекшілерден жаман ба? Тек қана жүр. Бөлменің ішінде металдан жасаған қорап. Әрі қарай жүру үшін қораптың ішіндегін алу керек. Оған қолыңызды салмас бұрын осы қағазға қол қойыңызды сұраймын. Бұл жерде мүмкін емес деп жазылған. Егер де қораптағы зат саған ұнамаса, мені сотқа бер. Тек қана қол қойыңыз. Жарайды, барлығына қол қой. Онда қандай да бір жануар немесе бір нәрсе бар ма? Қорапта бірдеңе бар. Мына жерге келіңіз. Қолыңызды осы тесіктердің біреуінен өткізіңіз. Бұл қорқыныш сияқты. Жарайды. Мен оның қозғалатынына көз жеткізіп. Тоқта, жарайды жүр. Қол тигізбегелі анық. Марк, қандай зат болса да оны шығару керек. Сізде не бар? Бұл біздің жаңа шоколадымыз. Бізде жаңа дизайн және одан да дәмді рецепт бар. Бірге жеп көрейік. Мен саған жағымпазданбаймын. Мен өз айымды ашық айтамын. Жарайды, бұл өте дәмді. Жаңа рецепті көбірек сүт пен клейгей бар. Бізде жаңа қытырлақ дәм, сүтті шоколад дәмі, бадам, менің сүйікті шоколадым, және жер жаңғақ дәмінің. Бұл жаңа шоколад қазір ақшқа келді. Және болашақта бүкіл әлемдегі дүкенде болады. Қазақстанға келсін дегендер лайк басып тіркеліп кетеміз. Жарайды ма? Келесі қорқынышымызға еттік. Джейми, мен осы өлмеде болғам, және менің желімде көп ақша болды. Мен мұнан айтайын. $500,000 берсең, кетемін. Сіздер де оны естіп тұрсыздар ма? Джейми, $500,000 сұраған кім? $400,000. Жоқ, көтің боқ. 200 немесе $250,000 десең ойланыр. Жарайды. $320,000. Жоқ. Жарайды, кеттік. Келесін ақ. Мен оны білдім бастартатын. Жарайды, өтірік айтқан шығармын. Бұл соншалықты қиын емес еді. Бірақ келесі ең қорқынышты нәрсенің біріне негізделген. Ол бәрін тез түсінді. Жоқ. Шынымен мүмкін емес. Шынымен мүмкін емес, Джейми. Оның не екені соншалықты анық па? Ол жерде сенің атың. О, Құдайым-ау. Келесі сынақ. Біз сені 24 сағат бойы тірідей көмеміз. Жоқ, амал да жоқ.
Ал сіз қалаған уақытта кете бересіз, бірақ сағат қанша екенін көрмейсіз, білмейсіз. Ал егер бір күннен кешіктірмей ерте кетсеңіз, бәрінен айырыласыз. Иә. Бір ретте менде екінші шағында болған. Құдайым-ау. Кішкене салқын болуы мүмкін. Нолан, бұны бұзба. Тырысамын. Бұл сәт тек қана қорқыныш түсінде болатын нәрсе. Басқа жақта болу дұрыс емес сияқты, бірақ бұл көңілді. Оу, мынау немене? Бұл өте қорқынышты. Таймер әлі іске асылмағына қызық, өйткені сен толығымен жерлеуге жоқсың. Өртірлі естіледі әрине, бірақ мен тез жерлеуге бола ма? Қалағаныңдай ма? Көмекке қоңырау шалыңыз. Ай, тоқта. Енді таймерді бастаймыз. 24 сағатты енді басталған секілді. Және мен қазірдің өзінде шетте қалдым. Жақсылық жеткіліксіз. Марк, досым, сен басыңның үстіндегі арқанды көрдің бе? Оны тез тарта аласың ба? Қайта тартсаң сені қазып аламыз. Ал таймерден бұрын, яғни 24 сағат болмай жатып тартсаң, бәрін жоғалтасың. Мен сенің үйіңді өртеп жіберем. Бір мезгілде $700,000. Ал мен айтпайын солай ма? Барлығы тәтті армандар. Тәтті армандар және ма? Жарайды, радионы түсіріп алмаңыз. О, бұл соншалықты болжаулы болды. Мен олармен болмасам да радионы олар тастап кеткен білем. Бұл жағында болуы өте қызық. Марк өз қабірінде өлмеу үшін ол мына білезікті тағыпты. Ол бізге оның импульсымен өмірлік белгілерін айтады. Ал жоқ, ол одан сағат қанша екенін білмейді. Негізінен уақытты қалай қадағалайтынымды анықтауым керек. Міне менің жоспарым. Мен 2 сағат бойы ұйықтамаймын, ал қалған 10 сағат бойы ұйықтаймын. Дәл осыны 2 рет қайталауға тырысамын. Содан кейін бәрі жақсы болады. Сонымен менде жоспар бар. Марк келесі 2 сағат бойы өткізуге мәжбүр болды. Бұл әрине мерекелік плитка емес, бірақ аштықта баса тұрады. Бірақ оның тез жалығып кеткені көрініп тұрды. Жігітім, шынын айтсам, ол жерде оның шаруасы жоқ. Мәселе осыда. Марк соншалықты ерте талықтап, бұл оған қиын болатынның сенімді белгісі еді. 45 минуттан кейін оның уақыт түсінігі бумаланды. Менің ойымша 2 сағат өтті. Мен 10 сағат ұйықтауға тырысамын. Сондықтан мен бұл сынақты жартысын өтем. Ұйқының жақсы жағы осы шаң. Оған тез ұйықтауға көмектеседі. Табытты ұйықтаудың бірінші күні. Кемшілігі оған бақылау жасау өте қиын. Ол қанша уақыт бойы желенеді, әсіресе содан бері. Ол бірақ 30 минутқа да сым ұйықтай алмаймын деді. Сағат қаншада екенін білмей, мен азап қорықтым. Құдай-ау. Мен шынымен 12 сағаттан астам уақыт өтті деп ойлаймын. Менің ойымша бұл осындай нәрсе. Мен бұл тапсырманы орындаған кезде мені достарым оята берді. Жеме! Мен Маркқа бірдей қызықты тәжірибе беруді шештім. Ой, Марк, сенімен бірі жақсы ма? Досым, сені жүкілігі қағып кеткен секілді. Иә, солай сияқты. Менің мұнда қанша сағат болғанын білуге тырыссаңыз, сосын мен айтарым. Марк табытта неғұрлым ұзақ уақыт болса, соғұрлым сағат неше екенін түсінетін еді. Мүмкін 16 сағат. Біз бұл арнада шиеленіс тудырғанды ұнататындықтан, осы сынақтың соңына дейін ол жерде қанша ақша тұрғандығын білмейсің. Дегенмен Марк көз жеткізгісі келді. Ол жерде қалғаннан бастап ода клаустрофобияның келе жатқаны анық болды. Ол табытта болу қорқынышты. Және өзімді нашар сезінем. Ол жерде неғұрлым ұзақ болсын, соғұрлым өзімді нашар сезінем. Бірақ біз Маркты арқанды ұстай бастағанын көргенде біз түсіндік, ол не ойлап тұрған. Жақында қоңырау салатын адам тұрған бір күннен аз уақыт болуы мүмкін емес. Құдайым-ау, мен қолы жаудам. Мен бұған дейін құсас бейнеде болғанмын және бәрін жоғалтқам. Бұл жерге қайта оралуының жалғыз себебі екінші мүмкіндік ал, бұл сендерсіңдер. Бірінші мүмкіндікті бұзып аламын ба жоқ па соған байланысты. Мен бір күн толық өткеніне сенімдім бе, мен қазір қателеспеймін деген үміттемін. Марк, дос, бро, қалыңғылай. Джейми, мен қатты қобалжыдым. Мен кездейсоқ уақытта айтқым келмейді. Сондықтан түсінікті. Джейми, мен сенің қалай жігітің аман қалғаныңды білмеймін, жігітім. Мен бұнда өзімді жақсы сезінемін. Иә, сен төмендейтін дәрежеге жеттің. Аяқтарды қанайналма, ал сенің арқаң құлап болатын сияқты. Джейми, мен жіпті тартуды ойлап жатырмын. Өзің шеш. Джейми, маған сағаттың қанша екенін айтсаң $50,000 қайтар. Мен айтпаймын. Жарайды, мен қоңырау шаламын, ал сенің пікірің мені жарай ма? Құдай-ау, ол қазір жіп тартады. 2, мінекей. 1. Таймерді тоқтат. Енді Марк өз шешімін қабылдаған кезде менде әлі бір жұмыс бар еді.
Сені жазып жатқанда мен Shopify туралы айтсам бола ма? Менімен қалжыңдап тұрсың ба? Аузың жап. Shopify бұл кәсіпкерлермен көмектесетін платформа. Сапарыңызды тек осы бизнес арқылы бастаңыз. Ал ендеше ары қарай. Джейми. Сыртқы әлемге қош келдіңіз. Ал енді сіз табытта неше сағат отырғаныңызды тексерейік. Егер нөмір 24 сағаттан аз болса, $700,000 айырыласыз. Мен ұсып кететін сияқтымын. 3, 2, 1, 36 сағат. Міне мен осылай болатын білгенмін. Сәл-пәл қуатым бар енді. Бұл дегеніміз ақшасы өзінде қалады. Сізде бір сынақ қалды. Бұл ақшалардың бәрі әлсіз. Алға. Өзіңіздің сұрпырсыз тұр. мен онша ес сезбеймін. Осы видеода Мак өзін қорқыту өте қиын екенін дәлелдеді. Бұның бәрі бірдей болғандықтан, оның соңғы сынағы сәтсіздікке ұшырады. Ештеңеге қарамаңыз. Ештеңеге. Қарамаймын. Қарама. Оны ашпа. Оны ашпа. Жүріңіз. Енді ашсаңыз болады. Жоқ, мен мұны мүлдем жасамаймын. Джейми, мен мұны жасамаймын. Келіңіз, мұна жерге камералар көретін жерге тұрыңыз. Соңғы сынақ сәтсіздіктен қорқу. Орында сіз жоғалтқан $800,000 жерді қайтара жасадық. Және өткен жолы сияқты ережелер өте қарапайым. 4 кезең болады. Олардың әрқайсынан пішіндес печенье келетін болады. Бір печеньені бұзбай, барлық пішіндерді бұзып тастау керек. Ал егер бұзған жағдайда $700,000 айырыласың. Ал сіздің жағдайыңызда бұл екінші рет болады. Бұл менің қорқынышты түсім жігітім. Мен бұнда қайтып келгім келмейді. Бұл жақсы. Менде бір ұсыныс бар. Бәрін тастап, $300,000 алып кетіңіз. Әлде тәуекелге бар. Ал жеңген жағдайда $700,000 алып кетесің. Жарайды, $300,000 алып кету немесе тәуекелге бару. Бұл өте қиын шешім. Бұл жерде жеткіліксіз, еще екесі аз. Ал егер тәуекел етіп, ұтылып қалған жағдайда, бүкіл ақшаңыз жойылады. Сіз сенімдісіз бе? Ұрып жатыр. Сіз шешім қабылдауыңыз керек. Сіз үйге $300,000 қайтасыз немесе соңғы сынақты тәуекел етесіз бе? Мен тәуекел етем. Мен сен үшін қуаныштымын. Сен жеңген қалаймын. iPad-қа қараңыз. Мен сізге 35 минут беретін боламын. Печеньелерді сындырып, бұл челленджі бітем дегенше. 34 минут 54 секунд. Міне, мен саған енді қанша уақыт беремін. Яғни басталды. Печеньелерді ашқан кезде абай болыңыз. Сындырып болмаңыз. Осы сияқты. Қазір ол алсаңыз болса да, оған қазір қауіпті. Себебі ол кездейсоқ печеньені сындырып алу мүмкін. 34 минут. Қалайша жылдымсың? Сканерле, тез. Жасыл жанды. Өткен жылған басқаша. Сондықтан мен шеңберді қалағанымша шай боламын. Жақсы! Неге ашу қиын? Мүмкін сен паникадан аша алмай жатқан шығарсың. Қане мен көрейін. iPad ұста. Жарайды, жалғастыра бер. Жігіттер, не істеп кеттіңдер? Маған жауапкершілік тартпа. Сақ болыңыз. Теориялық тұрғыда Мактың стратегиясының мағынасы бар. Жеңіл пішіндерді тез уақытта бітіріп, ал $800,000 жоғалтқан пішінге көп уақыт жұмсамақ. Мен негізі қолшатырға 12 минут қалдырам деп едім. Бірақ іс жүзінде бұл оңай болмады. Ашыңыз. Жасыл дейді. Кеттік. Мат, менің заттарым бұзылып доға. Олардың ашылуын жеңілдетің. Асығудың қажеті жоқ, уақытыңыз көп. Сіз енді сақ болуыңыз керек. Себебі фигура қиындайды. Бұл өте күрделі, бірақ қолшатырға жетпейді. Мен тез қарада жеңуім керек. Құдайым, бұл өте қиын. О, құдайым. Маған енді келіңіз. О, құдайым.
Мүмкін ол толықтай бұзылмаған шығар. Жарайды. Оның әлі 29 минуты бар. Сіз біріншілердің 4 минутта аяқтадыңыз. Мен мұны неге істеген білмеймін. О, Құдайым-ау. Мен мұны 2 рет жасадым. Маған қолыңды бер. Жоқ, Джейми, өтінемін, мен кеткім келмейді. Мен тіпті қалай әрекет ететінімді білмеймін. Менің уақытым көп болды. Иә, неге сонша асыққаныңызды әлі түсінбеймін. Қол жатыр енді мәңгілікке қалады. Жарайды. Мак маған осы видеода былай айтты. Мен оны ештеңеден қорқытамаймын. Оны өлмекшімен де, көлік туған сумен де, және тағы басқалармен де қорқытамаймын. Құдаймен бірге. Мак қол жеткізе алмайтын не өз сәтсіздігінен қорқу. Құдаймен бірге.